Ол соны айтқанда күліп жіберді. Сол ең қатты күйдіргені. Оның достары орындықтарына шалқайып, сыра артында жымыңдағаны, менің қорлануым олар үшін кешкі шоу секілді болды. Сен сияқты қыз менімен жүргеніңе рахмет айтуым керек, деді ол. Мейрамхана тып-тыныш болып қалды, ауа ауыр, жайсыз. Терезедегі бейнем аппақ, елес секілді, ал ол майлықты үстелге тастап шығып кетті. Мен есеппен, аяушылықпен қадалған көздермен және арзан шараппен, өкініштің дәмімен қалдырып. Мен жыламадым. Онда емес. Сол сәтте емес. Мен жымидым. Кішкентай, бақылаулы жымию адамдарды мазасыздандыратын жымию. Өйткені оның мағынасы белгісіз. Ол мұны жеңіліс деп ойлады. Қателесті. Біз 3 жыл бұрын фотография сабағында таныстық. Ол менің камерамның батареясын сұрап алғанда қайтармаған. Бұл біздің қалжыңымызға айналды. Ол кішкентай, бірақ маңызды нәрсені ұрлаған. Сол кезде ақ бұл бір белгі екенін түсінуім керек еді. Бұрын ол табиғи, өзінше сиқырлы, өзіне сенімді еді. Мені көретіндей, бағалайтындай әсер беретін. Сенің тыныштығың жұмбақ, көздерің ерекше дейтін. Мен сендім. Мен қызығушылықты құрметпен шатастырдым. Ол маған сенде әлеует бар дейтін. Кейін маған жолың болған деп айтатын. Таңданыс қалай тез бақылауға айналды. Алғашқы қызыл белгі мақтау сияқты көрінді. Сен тырысқанда ғана әдемісің. Айдаға ұқсасаңшы. Сәл арықтасаң жақсы болар еді. Кішкентай, әдейі салынған жаралар. Ұзақ бақылау, мен қанша уақытқа дейін шыдаймын деп. Өзімді жоғалтып бара жатқанымда, аз сөйлейтінімді, көп кешірім сұрайтынымды түсінгенде тым кеш еді. Ол сахнаны өзі тұрғызды, ал мен ұят рөлін ойнап тұрдым. Мейрамханадағы түн соңының басы емес еді. Ол соңғы акт болатын. Тек ол менің әлдеқашан жаңа финал жазып қойғанымды білмеді. Бұл оқиға 2 ай бұрын басталды. Ол ноутбугын ашық қалдырды. Әдетте мен жеке кеңістікке қол сұқпайтынмын. Бірақ газлайтингтен кейін интуиция өмір сүру құралына айналады. Сол жерде тұр еді. Айданың аты. Ондаған хабарламалар. Мен туралы әзілдер. Менің суреттерімді жіберіп, өзін модель сезінеді деп жазған. Ол мені айлар бойы оған, достарына, кімсің бәріне мазақ еткен. Экранға қарап отырдым, шарасыз, бос. Сосын ішімде бір нәрсе қозғалды. Қаһар емес. Жүрек ауырғаны да емес. Жай ғана тыныштық. Дауыл басталар алдындағы өлі тыныштық секілді. Мен оны бетіне баспадым. Жыламадым. Аккаунттан шықпадым. Тек бақылауды бастадым, үнсіз, жүйелі түрде. Ол маркетингпен айналысатын. Фриланс жобалар, төленбеген шоттар, артық өзімшілдік шашылған құжаттардың астында жасырынған. Біз бірге жүргенде ол кей келісім шарттарды менің атымнан толтырған еді. Бұл оның бірінші қатесі. Менде файлдарға, хаттарға, клиенттерге қол жетімділік болды. Содан жоспар құрдым. Кек емес. Түзету. Барлығын көшіріп алдым. Жалған сметалар, бір материалды бірнеше клиентке сату, авторлық құқықтарды бұзу туралы дәлелдер. Содан кейін дәлелдерді анонимді етіп дұрыс жерлерге жібердім. Оған жұмыс бермек болған агенттікке, мақтанған бренд менеджеріне, және ең бастысы ол шамадан тыс 5.00 төлем салған клиентке. Сосын күте бастадым. Мейрамханада ол мені тастап кеткенде, менде жүрек ауырған жоқ. Тек растау болды. Соңғы нүкте. Ол өзін жеңдім деп ойлады. Мақтаншақтық қару. Оны бұруға болады. Келесі таң. Телефоным шырылдады, 13 қоңырау. Экранда оның аты жарқылдап тұр, ескерту секілді. Алғашқы алтауын қабылдамадым. Сосын көтердім. Дауысы дірілдеп тұрды. Сен не істедің? Мен тыныш қана кофе ішіп отырдым. Не туралы айтып тұрсың? Сол сәтте ол шашыла бастады. Клиенттер кетіп жатқаны, беделі құлағаны, хаттар тарап жатқаны. Дауысы сынып кетті. Тіпті айтты. Сен түсінбейсің. Бұл мені жояды. Мен ішімнен жымиып қойдым. Жояды, деп ойладым. Жоқ, бұл тепе-теңдік. Дауыстап тек. Иә, дедім.
Мүмкін мен сияқты қыз мұндайға да риза болуы керек шығар. Сосын трубканы қоя салдым. Келесі бір аптада оның өмірі тасталған болды. Онлайн портфолиосы жоғалды. Достары одан алыстай бастады. Құралай сторис жүктеді кешірім сияқты, бірақ шынында бетперде киген сөздер. Адамдар кейде өздерін басқа етіп көрсетеді екен дегендей бірдеңе. Ол тағы жазды, бұл жолы жұмсақтау. Сөйлесейікші. Сағындым, кешір. Мен жауап бермедім. Үнсіздік ең өткір пышақ. Айдан кейін мен оны бұрын жақсы көретін кафенің алдында көрдім. Ол жүдеп кетіпті, шаршаған. Көзіміз түйісті. Ол күмілжіп кешірім күтті, бәлкім. Мен басымды сәл қисайтып оған көз тастадым. Ол ақыры: сен мені қатты ренжіттің деді. Мен баяғыдай тыныш, түсініксіз күліп: жоқ дедім. Сен өзіңді өзің ренжіттің. Мен тек соны көрмеуің үшін сені қорғауды тоқтаттым. Ол үндемеді. Тек бұрылып еңкейген күйі кетіп қалды, бұрынғы қайсарлығы жоқ. Мұндай адамдар тыныш қыздардың қарсы тұра алатынын күтпейді. Олар сабырды әлсіздік деп ойлайды. Бірақ үнсіздіктің өз күші бар. Ол тыңдайды. Ол ойлайды. Ол күтеді.